Жүректегі тыныштық. Көктен келген даналық адамды ең алдымен пәк таза қылады. Содан кейін ынтымақшыл, төзімді, ымырашыл, қайырым мен игі істер жасағыш, ешкімді алаламайтын әділ қылып, екі жүзділіктен арылтады. Жақыптың хаты 3 тарау 17 аят. Исаның жүрегі пәк таза болды. Құтқарушына мыңдаған адамдар сүйетін, бірақ ол қарапайым өмір сүруді қалады. Оған әйелдер қамқор болды. Луқа жазған ісхабар 8 тарау 1-3 аяттар. Бірақ ешқашан азғын ойлармен айыпталған емес. Өз жаратылысынан масқараға ұшырады, бірақ олар мейірімділік сұрамас бұрын оларды кешіруге дайын болды. Исамен 3,5 жыл бірге болған Петр оны Құдайдың мінсіз де мүлтіксіз тоқтысы деп сипаттаған болатын. 1 Петрдің хаты 1 тарау 19 аят. Исамен біршама дәл осылай уақыт өткізген Жохан өзінің ешқандай күнә жасамағанын білесіңдер деп айтқан болатын. 1 Жохан 3 тарау 5 аят. Исадан гөрі шәкірттері мыңдаған адамдарды тамақтандыру қажеттілігінен шошыды. Бірақ сол жағдайда Исаның жүрегінде тыныштық болды. Қайта ол мәселе үшін Құдайға ризашылық білдірді. Шәкірттері дауылдан қорқып айқайлады. Ал ол сол уақытта ұйықтап жатты. Петр сарбаздармен соғысу үшін қылышын суырды. Ал ол сауықтыру үшін қолын көтерді. Оның жүрегі әрдайым тыныштықты сақтайды. Иса секілді.